Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл Skyx дүкені. Бүгін бізде обзорда GPS-тің ең жақсы үш түрі. Ол бізде 905B 10 мА, 905C 20 мА және 918 20 мА. Бұл үшеуінің де сапасы өте жоғары. Айырмашылығы тек зарядында. Яғни өздеріңіз көріпсіздер. 905C 2 есе үлкен 905B-дан және оның ұзақтығы 2 есе көп. Және бұл жеңілірек болып келеді. Бұларды көбінесе қойға немесе сыйға салу өте ыңғайлы. Комплектте бізде кабель Type-C, адаптер, сим-картамен бірге салатын чехолы бар, және де инструкциясы бар өзінің. Сонымен қатар біз әр GPS-ке осындай комплект ошейник 1 метр және де 4 болтпен жібереміз. Ал енді сатып алған соң біз алдымен не істейміз? Ең бірінші біз жаңа сим-карта аламыз. Ол сим-картаны міндетті түрде алдымен иінға тіркеу керек. Сол сим-картаны алған жерден сіздерге тіркеп бере алады сим-картаны иінға, немесе сіздер өзіңіз телефонға салып сим-карта аласыздар. Мысалы, кез келген сим-карта өздеріңіз жақта жақсылайтын, мысалы актив, Билайн немесе Теле2, соның біреуін алып телефонға салып иінға тіркейсіздер. Содан кейін осы тарифтарды қосасыздар. Яғни активтіға тариф, простой деген тариф, ол бізде әр SMS 18 теңгеден болу үшін қосамыз. Біз осы сандарды тереміз ол тарифті қосу үшін. 160 звездочка, 166 звездочка, 1 звездочка 11 решетка. Осыны басқан кезде простой деген тариф қосылады. Бұл активқа. Ал енді Билайнға звездочка 660, звездочка 1 решетка. Осы Билайнға. Енді Теле2-ға біз звездочка 122, звездочка 35 решетканы басқанда осы простой деген тарифті қосып аламыз. Содан кейін қазір әрбір сим-картада автодозон бар. Оны біз өшіру үшін міндетті түрде өшіру керек, өйткені қайта-қайта сіздерге SMS келе беретін болады. Мысалы, бір звондағаннан кейін 3-4 реттен SMS келуі мүмкін GPS-тан. Сол үшін біз алдын ала өшіріп тастаймыз ол режимді. Активқа біз өшіру үшін звездочка 452, звездочка 0 решетканы тереміз. Билайнға біз звездочка 434, звездочка 2 решетканы басамыз. Ал Теле2 немесе 6L-ге звездочка 114, звездочка 3, звездочка 0 решетканы басқанда сол режимді өшіріп, содан кейін біз бір тексеріп аламыз, сим-карта нақты жұмыс істеп тұр ма, SMS бара ма, звонок бара ма, соны бір тексеріп алғаннан кейін біз осы телефоннан сим-картаны шығарып GPS-тің өзіне саламыз. GPS-ке қалай саламыз? Біз ішінде адаптер бар, екі адаптер, нано мен микро деген. Бізге микросы керек емес, біз тек наносын қолданамыз. Нано деген міне қарасаңыздар, нано жер алып тұрады. Соны біз сим-картаға саламыз, сим-картамен бірге. Және GPS-тің әр GPS-те көрсетіп тұрады, қалай салатыны. Көріп тұрсаңыздар, міне қиғашынан қалай ашамыз. Көріп тұрсыздар, міне. Суретте қалай көрсетіп тұрады, тура солай саламыз. Итереміз, саламыз. Салған кезде итеріп соңына дейін салғанда міндетті түрде щелчок болып, бізде бұл кішкентай датчик жанады. Бұл яғни қосылды дегенсіз, содан кейін GPS міндетті түрде ашық жерге қойып қоямыз, терезенің астына немесе далаға шығарып қоямыз. Ол спутникпен калибровка істеп өз орнын табу керек. Содан кейін біз жаңағы салған нөмерге осы кодтарды тереміз. Қараңыздар. Алдымен begin 1 2 3 4 5 6 міндетті түрде әр кодқа жауап келу керек GPS-тен. Және де GPS-те де сізде де баланс болу міндетті түрде. Өйткені сізден әрбір SMS-ті жіберу үшін сізде баланс болу керек, ал мынау GPS-тен келу үшін GPS-те баланс болу керек. Яғни begin 1 2 3 4 5 6 код жібереміз, begin OK деп GPS-тен сообщение келеді. Екіншісі GPRS 1 2 3 4 5 6, GPRS OK, APN 1 2 3 4 5 6 міндетті түрде пробел, интернет деп жазамыздар. Содан кейін бізге GPS-тен жауап келеді. Time zone ол уақытты біз настройкасы істейміз. Time zone
1 2 3 4 5 6 пробел бар +5 солай қылып жібереміз. Сосын бізге таймзон окей деп бізге жауап келеді. Sleep бұл бізде спящий режимге қосу, яғни бұл ең маңызды кодтардың бірі. Бұл sleep 1 2 3 4 5 6 пробел time деп жазып жібереміз, sleep time окей деп бізге жауап келеді. Яғни содан кейін GPS-тің біз местоположениесін қалай көреміз. Сол GPS-ке салған нөмірге звондаймыз, бір гудок барады, өшеді, содан кейін бізге SMS келеді. Осындай қарап тұрсаңыздар, міне мында долгота, широта, скорость, уақыты, күні, батарея міне 96% деп тұр, және ID. Әр GPS-ның өзінің ID болады. Немесе екінші вариант, ол мысалы осы кодты жіберемін, G 1 2 3 4 5 6 решетка, сонда да осындай бізге жауап келеді. Және ең астында міне ссылка келеді Google Maps-тан, біз оны басқан кезде нақты местоположение көрсетіп тұрады. Google Maps ашылады бізде. Көріп тұрсыздар, нақты точкасы тұр. Енді картаны қалай ауыстырамыз? Басамыз, спутник. Көрдіңіздер. Енді осыған маршрут таңдауға болады. Маршрут деп басамызда, сіздің тұрған жеріңізден GPS-дің тұрған жеріне дейін жолды өзі нақты көрсетіп береді. Тағы айта кететініміз, ол GPS-тен келген әр SMS-ке 18 теңгеден алынып отырады. Егер де GPS-тен SMS келмесе, онда баланс бітті деген сөз. Сол үшін оны жиі толтырып отырғандарыңыз жөн болады. Негізі айына 600 немесе 1000 теңге салып қойсаңдар, күніне бір рет қарауға жеткілікті. Сонымен қатар GPS-ті жылқыға ілмес бұрын біз оны судан қорғап ораймыз. Алдымен салфетка немесе туалеттің мойыға конденсат болмау үшін сол салфеткамен бірге пакеттің ішіне, тесік емес пакетті жан-жағынан скотчпен орап, сосын бірақ ошейникке саламыз. Сонда ішіне су кірмейді. Сіздермен болғаныңыз KX дүкені, осы нөмірге жазып тапсырыс берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.